Мен еліміздің құқық қорғау және сот жүйесіне қатты наразы екенімді білдіремін. Бұған дейін де хабарлағанымдай 23 қазанда Бокышев Ерланды ешқандай заңды негізсіз көшеде ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Оның ұсталғаны туралы маған ресми түрде хабарланған жоқ. Сол уақыт аралығында үйде тағы да тінту жүргізілді. Дегенмен барлық құжаттар мен ноутбуктар алғашқы тінту кезінде тәркіленген болатын. Ерлан ИВС-те 48 сағаттан астам уақыт бойы ұсталды. Бұл оның бостандыққа деген құқығын тікелей бұзу болып табылады. Бұл фактілер видео және өзге де дәлелдермен тіркелген. Сонымен қатар адвокатының да кедергі жасалған. 48 сағат өткен соң Семей қаласының мамандырылған сотында онлайн түрде сот отырысы өтіп, оған 2 айға, яғни 23 желтоқсанға дейін қамалсын деген үкім шығарды. Біз бұл шешімге қарсы апелляциялық шағым түсірдік, бірақ Абай облысының соты бірінші шешімді өзгеріссіз қалдырды. Сол себептен Ерлан 23 желтоқсанға дейін қамауда. 30 қазанда ол қаламыздың 5-ші СИЗО дегенге аударылды. Сол мен осы жағдайларға назар аударуды сұраймын. Бұл адам құқықтарының жүйелі түрде бұзылуы деп санаймын. Біз жүйелі қысым мен оның құқықтарының еленбеуін көріп отырмыз. Бұл жағдай әділдікті, ашықтықты және қайта қарауды талап етеді. Ерлан қылмыскер емес, маньяк емес, қоғамға қауіп төндірмейді. Сондықтан тергеу кезінде қамауда отыруға еш негіз жоқ. Тергеу 6 айға созылып жатыр. Қасақана жағдайды ушықтырып, кооперативтің жұмысын тоқтатып, үлескерлердің алдындағы міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермей отыр. Бұл өз кезегінде үлескерлердің құқықтарын да бұзады. Қолдауларыңызға, жылы сөздеріңізге отбасының атынан алғысымды білдіремін.